экономикалық нәтижеге, ғылымдарда нәтижеге жеткен азаматтар болған. Бірақ қарап отырсаң, кейбіреулері елін тастап, жерін тастап, басқа елге кетіп қалғандар болады. Я болмаса, арақ ішіп, араққа салынып, не өзінде береке жоқ, не семьясында береке жоқ, не әулетінде береке жоқ. Біраздан соң таптамаша болып бастаған жігіттердің өмірінің аяғы өте қасіретті, трагичный деп айтамыз ғой. Қасіретті болып, солай нашар бітіп жатқанын көргенде кейде ішіміз ашиды. Сондықтан осындай нәрсені білетін азаматтар болса, осы төңіректе әңгімелессек деп, осы Қайрекеңмен, Қайырмен бір кездескен жолда бір әңгімелескенімізде, Қайырдың інісі бар, бұл жерде біздің туған бауыр сияқты, бәріміздің бауырым Дәурен бар. Осы әңгіме шыққан кезде, осы жігіттермен осы төңіректе бір әңгімелессек қайтеді деген кезде қуана келісіп жатырмыз жігіттер. Сондықтан осы орайда сендерге жігіттермен таныстыра кетейін. Бұл жерде оң жақтан бастайық. Сүннет бойынша Серік Қариев дейтін азамат. Серік бұл ақын жігіт негізі. Режиссурамен айналысып жатыр. Қазіргі кезде білесіздер ғой, көптеген біздің қандастарымыз, бауырларымыз жетім балаларды тастап кетіп, қарттар үйіне әке-шешелерін тастап кетіп, сондай бір рухани азғындау басталды. Біз сол қазақ сондай халықпыз. Ешқашан біз жетімізді қаңғыртпағанбыз, жесірімізді қаңғыртпағанбыз. Соған пана болған, сондай үлкен жүректі біз халық болған адамбыз. Бірақ осы кезде біз тілімізден, дінімізден алыстауымыздың кесірінен осындай бір рухани азғындыққа ұшырап жатқан осындай үлкен мәселелерді қозғап, сол төңіректе фильм жасап жүр, сол төңіректе өлең шығарып жүрген осындай бір тамаша азамат, бауырымыз, досымыз Серік Қариев дейтін жігіт мына жігіт отырған. Мына айтыс ақыны болған секең, қазір жазба ақын, осындай үлкен нәрселермен айналысып жүр. Сондай-ақ Шорабек Айдаров дейтін мырза, Шөкең бұл кісі үлкен айтыс ақыны болған. Қазір енді жамбылдардың ізбасары болған, жамбыл сияқты сүннет бойынша шәкәрдің бір сияқты осындай сақал қойып, жамбылдың бүгінгі сипатын ұстап жүрген осындай бір керемет, осындай айтыскер азамат болған Шорабек дейтін ағаларыңыз. Мен Бекболат дейтін бауырларыңыз болам. Фамилиям Тілеухан, мәжілісте жұмыс істеймін, депутат болып. Одан кейін мына Мұхамеджан Тазабеков дейтін жігіт, білетін шығарсыздар. Бұл айтыс ақыны болған, қазір жазба ақындығы бар. Мына бүкіл қоғамда болып жатқан әртүрлі қиыншылықтарды, рухани азғындауларды кезінде, тіпті намаз оқымай тұрған кезде, дінге келмей тұрған кездің өзінде, соның бәрін керемет халықтың жүрегінен орын табатын дәрежеде баяндап, халықтың жүрегінің түкпірінде осы жатқан дүниелердің бәрін өзінің сөзімен оятып, халықтың рухын қайрап жүрген азамат. Бүгінде Асыл арна дейтін үлкен бір арна бар. Үкіметтің өзінің проектісі, президентіміздің тарапынан шығып жатқан осы идея, солардың бәрін іске асыру үшін мынау елімжандық, патриоттық тұрғыда, халықтың имандылық, рухани түлеу тұрғысында осындай үлкен қызмет атқарып жүрген осындай Мұхамеджан Тазабеков дейтін жігіт. Атақтарын айтатын болсақ, енді ол керегі де жоқ, бірақ кейбірде осы атақ дейтін нәрсеге кейбір адамдар қарап қалатын кезі болады. Кім? Мұхамеджан кәдімгі мемлекеттік дарын мемлекет жастар сыйлығының лауреаты, кезінде Казгуде сабақ берген, үйткен, бүйткен, бірақ осының бәрін қазір нетіп, халықтың имандылық жолында қызмет істеп, жұмыс істеп жүрген жігіттер. Сондықтан жігіттер, көкейде әртүрлі сіздердің сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Біз қайтсек ел боламыз, қайтсек жұрт боламыз. Былай қарап отырсақ, біздің тіліміздің жағдайын қарап отырсақ, тіліміз онша мәз емес. Кім күресу керек тілдің жолында? Біз өзіміз күресу керек. Ешкім сен үшін барғай бірдеңе жасап бермейді. Тіл жолында күресу деген қалай сыртқа шығып, ой, қазақша сөйлеңдер деп айғайлау емес. Тіл жолында күресу деген былай жігіттер. Дүкенге барып біреуден зат алсаң, ең бірінші қазақша сұра, қазақша білмесе сосын барып айт. Бірдеңе өзіңнің құқыңды талап еткенде ең бірінші өзіңнің туған тілінде, ата-бабаңның сөйлеген тілінде сөйле. Сосын барып білмей жатса орысша сөйлей жатарсың. Олай емес, бізге құлдық сананы сіңіп кеткен сондай. Біз дүкенге басқа бірдеңе болсын, ол орыс болса қазақша сұрайық деп ойламаймыз да. Ол Қазақстанда, Қазақстанда мемлекет тілі қазақ тілі, ең бірінші қазақша сөйле. Қазақша білмесе сосын бұл білмегенін қалай, мемлекет тілі білмейсің бе? Жарайды, енді мен саған орысша сөйлейін деп сосын барып сөйлесеңіз, бір адам сөйтеді, екі адам сөйтеді, үш адам сөйтеді. Сосын дүкеннің бастығы болады, сосын қарап тұрады, айтады, шынында да қарап отырсаң елдің бәрі қазақша сөйлеп, солай талап етіп жататын болса, сен де қазақша сөйле, білмейсің ба? Сен орнына қазақша білетін біреуді аламыз дейді. Тіл үшін күрес жігіттер осылай басталады. Дін үшін күрес қалай басталады? Мен, альхамдулилля, мен мұсылманмын, мен қазақпын, мен ата-бабам осы дінде болған, менің ата-бабаларым осы намаз оқыған, Шыңғожа батыр намаздың үстінде қаза болған. Кенесарыларды кезінде мынау жазалаушы отрядтар қырғыздар жұмсап қазақтарды бір басын біріктірмей неткен кезде
ана сорпаға лақтырып атқан, қайнаған сорпаға лақтырып атқан кезде калимасын айтып кеткен. Дүние күйіп кетсе де, мысалы үшін кезінде, мысалы үшін Қабанбайлар, Бөгенбайлар намазын оқымай жорыққа шықпаған. Осындай нәрселерді біз білуіміз керек қой. Ал енді бізге келеді, көшеде келеді, біреу келіп, свидетель Иеговы я болмаса Кришна айтпақ кітабын әкеледі. Сонда бір менің Олжас дейтін бірінің айтқаны бар. Маған дейді, бір Кришна айтып келіп, кітабын ұсынды дейді. Сен неге кітабын беріп тұрсың? Сен қазақ емессің бе? Қазақ болса мұсылмансың ғой деп. Жоқ, ақиқат деген ол Кришнада. Кришнаны білсең, ақиқатты білесің. Болмаса баптист болсаң ғана ақиқатқа жетесің. Бақыттың жолы осы жол ғана деп. Жоқ, сен бақыттың жолын іздеп жүрген жоқсың. Сен сатқынсың. Сен ата-бабаның дінін сатқан адамсың. Сен осы халыққа жамандық жасау үшін сырттан жұмсап атқан жаңағы жаулардың, оккупанттардың сен былайша айтқан қыз итаршысың, сен сатқынсың, ұлтыңды, халқыңды сатып тұрған сатқынсың. Сен мына беріп атқан нәрсеңді әкел деп айттым дейді жаңа Олжас. Қолынан затын алдың да, ортасынан екі болып жырттың да, бар сен халықтың арасынан бүлік салушы оңбағансың деп айттым. Келесі адамға жаңағы жігіт осындай сөзді барған бармай қойды дейді. Өйткені көрінген адамнан осындай сөзді ести берсе, ол қашан бұл дінін тарата береді? Таратпай қойды дейді. Тура сол секілді жігіттер, күрес дейтін нәрсе ойламаңыздар, ол тек қана бір депутаттар күресу керек екен. Ол ақындар, мына Мұхамеджан Тазабек пен Серік Қалиев күресу керек, оны Шорабек Айдаров айту керек екен. Ол тек қана қайыр бізде басқа, қайыр осымен айналсын, басқамыздың шатағымыз не, біз сол істеген шаруамызды ғана білейік деп ойлауға болмайды. Әрқайсымыз Аллахтың алдында, әрқайсымыз ұлттың алдында, әрбір азаматтың өзінің парызы бар, істейтін міндеті бар. Осындай нәрсені білу керек. Осындай нәрсені білу үшін негізі басты қағидаттарды білу керек. Ең бірінші сен қазақсың ба? Қазақпын. Қазақ екенін дәлелде. Қазақша білмесең қалай сен қазақсың? Сен түріңнің якуттан, қырғыздан айырмашылығы жоқ. Якутша білмейтін якут пен қазақша білмейтін қазақтың разницасы жоқ. Екеуі де сол сөйлеген тілде, сол мәдениеттің өкілі болатын болса, ол біраздан соң одан туған бала да қазақша сөйлемеуі мүмкін, якутша сөйлемеуі мүмкін, басқа мәдениеттің, басқа ұлттың өкілі болып кете баруы мүмкін. Сондықтан сен күресуің сол, білмесең сенің кінәң емес. Осы уақытқа шейін білмесең, қазақша білмесең, сенің кінәң емес. Сондай тәрбиеде өсің. Енді қалған жерде өзінің ұлттық сипатын сақтау үшін сол тілді үйреніп, балаларыңды үйретуді, ол сен намысың осы, ол ата-бабаның тілі осы. Бір кезде бұл тіл сорлы тіл емес, бүкіл түркі қағанаты кезінде, Қараханит дәуірі кезінде осы тілде команда беріп, анау Римге шейін жаулаған. Білесіздер ме? Осы тілде команда беріп, Тоқтамыстың әскері бар ғой, Москваңызды, Рязаныңызды бар ғой, тілерсегінен тіліп тұрып, қан сигізіп жіберген біздің бабаларымыз. Ауыз бірліктің жоқтығының кесірінен сосын біз жеңіліп қалғанбыз. Білесіздер ме? Сондықтан ауыз бірлік қандай қажет екен, имандылықтың қандай қажет екен біз білуіміз керек. Осы төңіректе әңгімелер айтылу керек деп ойлаймыз. Сондықтан бұл жерде жігіттер, қазір кездесу сұрақтарыңызды қоя жатасыздар. Қазір бір-екі өлеңдер бар оқитын. Мұхамеджанның оқитын өлеңдері бар. Өйткені поэзия дейтін нәрсені жақсылап дұрыс жолға пайдаланып, халықты жұмылдыру жолында пайдаланса, бұл да бір керемет көш. Кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол нәрселерді пайдаланған деген сияқты дүниелер бар. Түсіндіңіздер ме? Сонда айтатын әңгімелер болса, сұрайтын сұрақтар болса, біз не үшін намаз оқимыз? Намаз оқымағандар да жүр ғой. Мысалы үшін кәпірлер шошқан етін жесе де керемет болып жатыр. Біз шошқан етін жеме дейміз, неге жеме деп айтады. Мысалы солай ғой. Мысалы үшін мұсылман деп әлде қандай қыламыз, мұсылман елдерін қарап отырыңыз, быт-шыт болып жатыр. А мұсылман болмаған Европа елдері керемет болып жатыр ғой. Неге олай? Осындай сұрақтар туындайды ғой. Туындайды. Неге бұлай деген сияқты осындай күдікті ойларыңыз болса, бүгін бірінші кездесуде жай шет-жағасын түсіндіріп айтармыз. Кейін де Алла қаласа кездесу жасасақ, осындай сұрақтарыңызды өздеріңіз айтыңыздар, біліңіздер, жеткізіңіздер. Сонымен өзара сұхбаттасып отырайық деген сияқты. Мысалы үшін мен жасырмаймын жігіттер. Мен 5 уақыт намаз оқимын. Мен өзім азғантай өмірбайымнан айтып кететін болсам, мен политехникалық институтқа 80-ші жылы оқуға түскем. 86 жыл декабрьский событие дейді, желтоқсан оқиғасына қатысқам, 4-ші курсты бастап жатқан металлургия факультетте. Сол желтоқсан оқиғасы кезінде политехте мені шығарып жіберген. Шығарып жүрген соң барар жер басар тауым болмай қалды, консерваторияға оқуға түскем. Сол халық ана кафедрасы дейді, сол жерде домбырамен өлең айтатын жаңағы отделениеға түскем. Сөйтіп Аллахтың қалауымен атақты болғам. Сөйтіп неше түрлі атақтар алғам. Сөйтіп президенттің оркестрін басқарғам. Президенттің оркестрін басқарып консерваторияда зав кафедра дейді, заведующий кафедра болып жұмыс істегем. Сол жерде мен жұмыс істеп жүрген кезде Руслан Қабдешев дейтін бір
қазір осы жерде бір үлкен свидетель иеговоның пасторлардың бастығы болып жүрген жігіт, сол бізде студент болып жүрген кезде свидетель иегово дейді, сондай дінге кіріп кеткен. Сонымен дауласам, ей Руслан қайтсен, қазағыңа қайтсен, домбырамен өлең айтып жүріп, мұхитты ақан біржанды айтып жүріп, сен не бетіңмен христиан боласың, қайтсайшы, өзің ата дініңе қайт деген кезде, онымен дауласам дегенде ол менің быт шытым шығарған, мен діннен ешқандай хабарым жоқ екенін сонда түсінгем. Сонымен дауласам деп жүріп, кітаптар ақтарғам, кітаптар ақтарам деп жүріп, ислам түсінгем, ислам түсінген соң намаз оқығам, намаз оқыған соң өстіп бірте-бірте әлхамдулилла, алла тағала жолдарымызды ашып, алла осы иманды нәсіп етіп, таухид дейтін ілімге келген жігіттер. Сөйтіп жүрген кезде председатель комитета дейді, министр, мәдениет министрлігінің орнында болған, сол мәдениет комитетінің төрағасы болған, одан мәдениет ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі дейді, сонда вице-министр болған. Одан кейін депутат болып жүрмін осы уақытқа шейін. Жалпы менің жағдайым осы. Біреулер ойлайтын шығар, ол намаз оқу деген мешітке келіп кететін бір жай адамдардың шаруасы. Сен адам болам дейтін болсаң, министр болғың келсе, депутат болғың келсе, намаз оқыма дейтін сөз. Ол жаңсақ пікір. Жүр намаз оқуға, сондай жерге жеткенбіз. Түсіндіңіздер ме? Сондай нәрселер бар. Ойларыңыз болса, сондай нәрсені айта отырыңыздар. Бірінші сөз. Сондықтан дәстүр бойынша қазір мына Шорабек Айдар ағаларыңызға сөз береміз. Содан енді Шәке сөз бір-екі ауыз. Ассалаумағалейкум, дін қарындас бауырлар. Бүгін мынау сіздермен Алланың қалауымен кездесіп отырмыз. Өзімен бұл кездесуді былайша елестетіп отырмын. Бұл негізі батырлар мен ақындардың кездесу сияқты. Бекең бірталай өзінің өмір тарихын айтып кетті, бірақ бір кезде өзінің айтысқа қатысқанын айтпай кетті енді. Бұл сөз кішіпейілдік танытады ғой. Және ол айтыста жаман айтысқан жоқ етін. Сонда жаңағы жан-жағын жайпап, өзі бір ақын ретінде көрініп қойған жағдайы бар еді, оны телевизордан көріп қойғанмын мен. Енді соны мен айтып отырмын. Сондықтан жаңағы ақындар мен батырлардың кездесу деп ойлаймын. Енді ақындар мен батырлар әрқашанда бір істің басында кездесіп тұрған, ол жаңағы ұлттық намыс, ұлттық мүдде үшін кездесіп тұрған. Енді жалпы арыға бармай өзіміздің тарихымызды айтсақ, Исатай Мамағамбеттің достығы, сол ақындар мен батырлардың достығы ретінде танылуға тиіс деп ойлаймын. Енді жаңағы бұл кісі бірталай әңгіменің басын қозғап кетті. Енді кішкене шамамыз келгенше ары қарай жалғастырып көрейік. Негізі бірінші айтатын болсақ, жаңағы дін туралы айтамыз ғой енді. Өйткені Алла тағала бізді құлшылық үшін жаратқан екен. Оны енді сіз бен біздер жақсы түсінуге тиіспіз. Әсіресе ертең жаңағы Бекең айтқандай, елдің басына алма қайып күн туып отқан кезде, сол елді қорғайтын, сол елге пана болатын, ол сіздер мен біздер. Әсіресе мына жұдырығы балғадай, бақайшығы балтадай болған сіздер, сол алдыңғы саптан көрінуге тиіс болып қаласыздар. Сондықтан жаңағы біз өзіміздің негізгі нәрселерімізді анықтап алуымыз керек сияқты. Мынау барлықтарыңызда білесіздер, Совет өкіметі құрылған кезде, осы СССР деп жатамыз ғой, жаңағы КСРО дейміз қазақша. Осы КСРОның аумағында 194 ұлт болған екен. Сол 194 ұлттың КСРО тараған кезде 100-ақ ұлты қапты. Яғни жаңағы 194 тілдің 94-і жоғалып кеткен да. Соның жаңағы 100-і ғана аман есен қалған. Осы жоғалып кеткен 94 ұлттың ішінде бірде-бір ислам дінін ұстанған ұлт жоқ екен. Кім ислам дінін ұстанбады, ол құрып кетті да, кім ислам дінін ұстанды, ол өзінің дінін де сақтап қалды, тілін де сақтап қалды. Біз көбінесе дін мен тілді екі айырып қараймыз да, негізі ол дұрыс емес. Мен енді бірталай азаматтарды білем, сол өзінің орысша тәрбиеленген, өзінің ана тілін білмеген, бірақ ол ислам дініне келгеннен кейін өзінің тілін үйренген. Енді білесіздер шығарсыз, Убайдулла деген бір жігіт жүрді мына Астанада. Бізде Жандар деген жігіт, содан кейін тағы да осында бір үлкен бизнесмен бауырларымыз бар. Солар бірінші ислам дініне келген, содан кейін екінші өзінің тілін үйренген. Енді жаңағы дінді, өзіміздің ислам дінін, ол ақиқат екені анық. Оны былай әбден зерттеп болғанбыз. Әбден көзіміз жеткен, сондықтан сол жолға түскенбіз.
Енді соңғы жаңағы ислам дінін ұстанбаудың қасіреті қандай деген кезде мен оны мына дәлелін сәл алыстан іздегім келіп отыр. Алыста болса қазір жақын болып қойған Америка деген құрлық бар. Сол Америка құрлығында сіздер сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, 8 ғасырда ислам дінін жесіп қойған екен. Біз дінсіз кезімізде мысалы рушыл болдық та, жершіл болдық. Кейін намазға келгеннен кейін оның бәрінен құтылдық та. Өйткені бәрімізде бір адам атаның баласы екенімізді білгеннен кейін, бір Алланың құлы екенімізді білгеннен кейін, бір-біріміздің кәдімгі дін бауырымыз, айналамыздың бәрі мұсылман, біреу дұрыс ұстанар, біреу ұстанбас, бірақ шындап келгенде бәріміз мұсылманбыз да. Сондықтан Абай атамыз айтады ғой, адамды сүй, Алланың хикметін сез, дүниеде не қызық бар одан басқа дейді да. Айналаңның бәрін кәдімгідей бауырым деп жақсы көрген жақсы деген да. Осыны білгеннен кейін мынандай бір өлең жаздым. Оған себеп болған мынандай оқиғалар болды да. Бір ауылда, кішкентай ауылда кейде 2 мешіт болады. 2 бай болса 2 мешіт соғады да. Ал шындап келгенде сол ауылға 2 мешіттің қажеті жоқ та. Өйткені бір мешітте толмайды да. Бір 3-4 адам жамағат бар ма, жоқ па, кейде ол да болмайды. Бірақ ол ауылға көрсетіп тұрып 2 мешіт соғып қояды да. Сол екінші мешітті басқа жерге, бір ауылда, мүлде бір ауданда бір мешіт жоқ жерлер бар да, соған барып соғуға болады ғой. Неге ол соқпайды? Себебі ода ұлттық патриотизм жоқ. Ол бар ғой, өзінің түк ауылының ғана баласы да, туған елге туыңды тік дейді, менің туған елім ауылым ғана деп ойлайды да, бүкіл Қазақстан деп ойлай алмайды да. Өйткені ұлттың деңгейіне, биігіне көтерілген жоқ та, өкінішке орай сондай да бізде. Соған шыққан өлең ғой. Қараса ат басынан оза дұшпан, күншілдің көре алмайды көз алыстан. Жігіттер, туған жерге туыңды тік, біл бірақ туған жерің Қазақстан. Алатау, Атырау да арқа демес, бір тұтас болсаң ең тарқа демес. Жүрегі бар қазаққа бірдей соққан, дағдарыста қалмайды дархан елеш. Бүйрегі бұра тартып толқығандар, кетеді бөлінген соң еркі қолдан, рушыл, жершіл болып қалыптасар. Жүректе мансапқорлық дерті бар жан. Отаншыл бол, кеудеңде от бар болса, ортада жүр оңаша қап қалғанша, бөліну мен бөтендік қалағандар бөлшектене береді жоқ болғанша. Енді мынандай бір нәрсе, қазір көзіміз қуанатын нәрсе, орамал тартқан қыздарды, әйелдерді көрсек, бауырым деп қуанасың да. Оған әйел, қыз деп қарамайсың да. Өйткені шындығында бауырыңда мұсылман бауырың, Алладан қорқып, қымтанып, жаңа мүшелерін адамдарға көрсетпей жүрсе, оны жақсы көресің да сырттай. Елжірейсің да, осы менің бауырым ғой деп та. Бірақ өкінішке орай кейбір ата-аналар өздерінің қыздарын өздері жалаңаштап сахнаға шығарып жатыр да. Қандай елдің көз алдына шығарып, қаншама сұқ көздер, бір жыртқыш көздер соларға қарап тұрады. Олар қызғанбайды да. Соның кейін бір күні біз бір фильм түсіріп жатқан кезде, бір қасымызда бір тауық жайылып жүрді, қасында жаңадан көз ашқан балапандар, сол балапандардың біреуін бір мышқын баласы алып қашып кетті. Ой-бұй деп өкініп қалдық, ұстай алмай қалдық. Жанымыз ашыды. Бірақ ол уақиғадан кейін, кішкенеден кейін қарасақ, бір қыз бала келе жатыр көшеде. Мынандай ғана шортик, мынандай ғана кеудешесі бар, басқасының бәрі жалаңаш. Көшеде еркін келе жатыр. Әке шешесі оны менің қызым әлі кішкентай ғой деп көшеге жібере салды да. Елдің бәрі, мынау кішкентай қыз ғой деп қарамайды ғой. Не бір көзі тұманданған, не бір қызыл көз бәлелер бар мысалы, олар оны кішкентай қыз деп қарамайды. Сол кезде шыққан өлең еді. Ақ тауықты, тал түсте қара басты, тәтті өмірге ащы мұң араласты, балпаң-балпаң жүгірген балапанын бала мысық тасаға ала қашты. Басқан ізін бәлекет білдірмеді-ай, балаусамы жайқалып үлгірмеді-ай, бүлдіршіндей біреудің баласының болашағын талқан қып бүлдірген-ай. Әсем қала, өскен көз сүйіндіріп, ерте жетті көктемде биыл күліп, көше бойлап келеді бір қыз бала, жарты қарыс матаны киім қылып. Атанасы әлпештеп баққан шығар, перзентіне пейілі мақпал шығар, күнәлі үсті күтпеген балапанға дүрбі салып бір мышық жатқан шығар. Сәл қаттырақ айтайын, кешір жігіт, кеспей тұрып қолыңды кесір бүлік, тез киіндір қызыңды баласынбай, кетпесін десең біреу шешіндір. Енді бір қызық нәрсе болады. Ылғида дін саласында біреулер айтысып жатады да, өкінішке орай дінді білмейтін адам, дінді білетін адаммен айтысады жатады да. Бір студенттердің арасында бір күні давай дін туралы диспут өткізейік депті, екі қыз. Сөйтсе бір жігіт күліпті. Өткізіңдер, қызық болады депті. Неге қызық болады десе, бұл соқырлардың футбол ойнаған сияқты болады дейді да. Өздері дінді білмейді, бірақ дін туралы біреумен айтысады, тартысады, өкінішке орай.
Қандайсың досым, қалайсың, өзіңді мыңға балайсың, құлашын ойдың кең жазып, күнәсін елдің санайсың, данасың өзің, дарасың, ірі сөзге барасың, әкесін сыбап қырттардың, қатесін жұрттың табасың. Қандайсың досым, қалайсың, мал менен даңққа малайсың, сансыз сый берген Раббыңа рахмет те айта амайсың. Әмірін орындамай-ақ Тәңірің саған көп берсе, тағутқа мадақ айтасың, табытқа тәнің жеткенше. Қалайсың досым, қандайсың, Құранға көзің салмайсың, құлшылық үшін жаратқан Құдайдың тілін алмайсың. Қиямет күні болғанда, алаңға адам толғанда, Алланы танып момындар сәждеге жаппай барғанда, бүгілмей белің шалқайып қалмасаң болды арманда. Енді менің қалам деген өлең, өкінішке орай қазір барлық қала сондай болып кетті. Әлем, жәлем, шетелдің жарнамалары, неше түрлі жалаңаш қыздардың жарнамалары, соған қарап қарның ашады да. Не болмаса жаңа пиваның жарнамасы қазір Алматы тола. Сол сияқтыларды қарап отырып шығарған өлең ғой. Мен тұрған қала, мен өскен мекен, құлпырды күнде елестен бетер, әлем жәлемін әлемнің жинап жұқтыра берді деместен бөтен. Қайыршы толы қайран қаладан, шырқайды әнді байлар қалаған, сауықшыл жұрттан босамай жатыр, тойханалар мен мейрамханалар. Зузулап тәуіп тұмар қадаған, күнгөріс үшін күнәр қалаған, құдайсыздарды құл қылып алды, ойынханалар мен құмарханалар. Аңқаудың арам жолдасы болды, кедейдің кредит жандосы болды, жезөкше толы мейманханалар, зинақорлықтың ордасы болды. Тікеннен тілдер тазармай қойды, мектептің өзі базардай болды, ағылшыншалап бала сән салса, әкенің бөркі қазандай болды. Дарылдар тойда дарахарланбай, шапалақтай дел алақан талмай, ұятты ұмытып ел, алуда пара, кассаға тұрып жала қалғандай. Жағдайды надан, ұғынбас әлі, отбасында қойран сырыңдашады, йогова шеше, мұсылман әкемен Кришнаит бала ырылдасады. Жалған дін елді аздырып жатыр, ірітіп іштен азғырып жатыр. Заң орындары оларға тимей, намазхандарды жазғырып жатыр. Нашақор анау мәңгіріп жатыр, маскүнем дарақ мал қылып жатыр. Жүкті боп қалған оқушы қыздар баласын іштен алдырып жатыр. Жетер ме жұртым сауғар күнге, саңырау соқыр жауғар кімге, теледидарға телмірген әйел махаббат іздеп мауғар күнде, иманға жүрек қаталап жатыр, масшалдан бала батанап жатыр. Біреулер бізді арбаға салып, шетіне құздың апара жатыр. Енді намаз, жалпы Құранда айтады, намаз сендерді арсыздық пен жамандықтан тыяды дейді. Біреулер ойлайды, бірінші мынандай күнәмді тастап алайын, сосын намазға келем, намаз ойыншық па деп ойлайды. Ол ойды салушы шайтанда. Ал шын мәнісінде, егер ол бірінші намазға келетін болса, Алла уәде беріп тұр да, намаз сендерді арсыздық пен жамандықтың бәрінен тыяды дейді, құтқарады дейді. Осыған байланысты ғой, енді намазға байланысты. Бауырым, сен әуелі өзіңді өзің айнытпай тануды ойласаң, екі дүниеде де бақытты болуды ойласаң, өзіңді нәжіс тамшыдан көркем етіп жаратқан Раббыңның разылығын алуды ойласаң, қартайған шақта төсектен қарғып тұрып, жастармен жарыса шабуды ойласаң, онда намаз оқы. Адамзат көріп білмеген аруды ойласаң, 70 қор қызын алуды ойласаң, ақыры болмайтын ақырет жұртында жас болып мәңгі қалуды ойласаң, біліп білмей жасаған күнәңнен арылып, дертіңе шипа табуды ойласаң, онда сен намаз оқы. Өмірден басқа мән іздеп лағуды ойласаң, Алла емес адамдарға жағуды ойласаң, нәпсіңді ғана қанағаттандырып, жаныңды күтіп бағуды ойласаң, шыңғыруға толы шыңыраудағы отта шыжғырылып мәңгі жануды ойласаң, намаз оқымауға сылтау тап. Ал енді қасындағы ақын бауырымыз туралы бір-екі айтып кетейік. Мынау енді Шорабек Айдаров екеуміз 83 жылдан бері бірге айтыстық. Көп жыл бірге жүрдік. Сонда осы Алматыда бір ақындар айтысы болды. Сонда Өскеменнің бір жігітімен айтысты. Ол да қап қара, бұл да қап қара. Сондағы Шөкең айтқаны ғой аған. Құрдасым, сен де ақ маңдай, мен де ақ маңдай, қосылдық екі ақ маңдай, шам жаққандай. Жарқырап ай мен күндей болып отырмыз вагонға, көмір артқан солдаттарда игай деген кезде бір халықты қырып салған еді. Сосын бір күні кім бар ғой, Тоқтар Әубәкіров, білесіздер, әр қазақтың ауылы енді Тоқтарды шақырған шығар енді. Ат мінгізіп, атан жетектетіп, сондай талай қызық тойлар жасаған.
Соның біреуінде Мұхамеджанның ұстазы Айтмұхамбет Исақов деген ақын бар. Сол Шорабек екеуі айтысып отыр. Бұрынғы кезде ғой бұл. Сонда Айтмұхамбет Шорабек айтады ғой: бұл заман бізді талай тұсап еді, сонда да өлтірген жоқ құса мені, әлемде бір әділдік болса егерде орыстан бұрын тоқтар ұшар еді дейді ғой, космосқа ғой. Сөйтсе Шорабек айтады: дегенмен байқа бала, ақындар бұндай сөзді айта ала ма? Орыстан бұрын ұшқан ешкім де жоқ, орыстан бұрын ұшқан лайка ғана, игай дейтін Шөкең еді. Ал енді ақындық туралы бір-екі ауыз әңгіме айтайық. Жамбыл атамыз айтқанда, өлең не күлдіру керек, не жылату керек дейді да. Нәрсіз сөз, зәрсіз оқ, ол тигенмен ештеңе істемейді дейді да. Бүйтіп қарасаң, өлең шындығында не жылататындай, не күлдіретіндей жақсы болу керек қой. Сондықтан мен бір ақындар туралы айтқым келіп отыр. Мынау Расул Қамзатовтың баяғыда "Менің Дағыстаным" деген кітабында қарап отырсаңыз, бір заманда дейді, бір елдің патшасы бүкіл ақындарын жинапты дейді. Мені мақтаңдар деп, өлең шығарыңдар депті. Бір 100 шақты ақын жиналған шығар. Соның ішінде бір 10 шақтысы ғана жаңа патшаның кемшілігін айтты, қалғанның бәрі мақтап шығарыпты дейді. Сосын енді 10-ыңды өлтірем депті. Жарайды, тағы бір күн уақыт берейін, қайттан жазыңдар депті. Бір күн берсе 3-ақ ақын қапты. Қалғандардың бәрі мақтап жазыпты, 3-еуі ғана ол кісінің кемшілігін айтты. Енді ол 3-еуіңден де өлтіретін болдым дейді. Но сонда да тағы бір күн берейін дейді да. Енді бір күннен кейін өлесіңдер дейді. Сөйтсе бір ғана ақын қалыпты дағы, қалғандары мақтап жазыпты дейді. Сол ақынды елдің алдына шығарып тұрып айтты: мен өзім уәдемде тұрып осы ақынды өлтіруім керек еді, бірақ ойлап қарасам дейді да, елімде жалғыз ақын бар екен дейді да, оны өлтірсем ақын қалмайды ғой деп айтады дейді да. Сондықтан жаңағы мынау Мұхамеджанның өлеңі бар ғой, жаңағы тыңдап жүрген шығарсыздар, дисктен бүйтіп айтады ғой: патшаға шындықты айтар ақсақал жоқ, оған да халқым өзің куәгерсің, шалбасымен қыз қуып шарап ішсе, аузында қайдан оның дуа болсын дейтін сөздерді айтқан Мұхамеджанға оралғым келіп отыр. Білесіздер, қазақтың маңдай алды күйшісі Қаршыға Ахмедияров деген де, қандай белгілі күйші. Сол кісінің бір бүйрегі өзінікі емес екен да, қытайский бүйрек екен да. Бүйрегі іріп шіріп баратқаннан кейін жаңа Қытайға барып, сол жақтың бір Қытайдың бүйрегін салдырып келген екен. Сөйтіп жүрген кезде Бекең үйінде той болады, екі баласына сүндет той істеп атады. Сол тойға Мұхамеджан да қатысады. Мұхамеджан ақын, қолында домбырасы бар, отырғандардың бәріне өлең арнайды. Анаған бір шумақ, мынаған бір шумақ жағалап келе жатады дағы, Қаршығаға келеді. Сондағы Мұхамеджан айтқан дейді: оу, күйдеген өнереді ұлық қылар, тыңдағанның көңілінде тұнып тұрар. Қаршекем қазағымның қазынасы, ел дегенде жүрегі ұрып тұрар. Жүрегі ел деп қанша соққанменен бүйрегі Қытайларға бұрып тұрар деп айтады дейді. Шындығында кімнің бүйрегін салсаң, бүйрегін солай қарай бұрады екен да, кейін ол кісі мойындапты дейді, сондай. Сондықтан енді осы айтыста өзінің орнын қалдырған, қаншама жылдар бойы ешкімге жүлдені бермей тұрған осы Мұхамеджанға кезекті бұрайық онда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, қадірменді бауырлар, қарындастар, ағалар. Бүгін сіздермен кездескенімізге, жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Себебі ағаларымыздың айтатын бір мысалы бар: менде бір алма болса, сенде бір алма болса дейді. Сен маған бір алма берсең, мен саған бір алма берсем, ештеңе өзгермейді дейді. Менде бір ой болса, сенде бір ой болса, сен маған бір ой берсең, мен саған бір ой берсем, сенде екі ой болады, менде екі ой болады дейді. Сол айтқандай, адамдар жүздесіп, бір-біріменен кездесіп, сөйлесіп тұрса, адам осы кеңесуменен, пікірлесуменен, сұхбаттасуменен адам баласы өседі. Айтпесе, адам баласы құдықта құрбақа секілді, жан-жағын әлемді сол өзінің құдығымен өлшеген құрбақа секілді, адам баласы бір-бірімен сұхбаттасып тұрмаса, өмірге деген көзқараста тарыла береді екен. Сол себептен біз көп жағдайда Алла туралы дұрыс ойлай алмай жатады екенбіз. Біз кейде мойындауымыз керек, күніне бір мәрте Алланы ойламай өткізетін күндеріміз де болуы мүмкін. Мүмкін бір сағат Алланы ойламай өткізетін күндерімізде болуы мүмкін. Бетіп қарасаңыз, бізді дүниеге әкелген әке-шешеміз кішкентайымызда нәжісімізге былғанып жатқан жерде, түнде түн ұйқысын төрт бөлгізіп, жылап, шырылдап жатқан кезде, мұздай бесік таянып, түнде тұрып оянып, біздің бүкіл қиыншылығымызға көнген әке-шешесінің өзін ойламай кетіп жатқан адамды опасыз деп айтамыз. Ал енді мына жарық дүниеге адам деген ардақты атқа лайық қылып, адам қылып алып кеп, ақыл сана беріп,
осындай бір-бірі менен сіз біздесетін, көркем өркениет құрып, саналы ғұмыр кешетін адам баласы қылып алып келген Алла Тағала туралы ойламай жатсақ, біз өзімізді кім деп айта аламыз? Сондықтан барлық нәрсе Құранда Алла Тағала айтқандай, Алланы ойлаумен, Алла туралы ойланумен барлық шындықпен барлық ақиқат басталады екен. Бүйтіп қарасақ, мынау жер дөңгелеп аспанда ұшып бара жатыр, өз осыны айланып. Ол жер күн жүйесінде ол да өзінің орны бар. Ал күн жүйесі ол сондай бір құс жолы деген галактиканың ішінде кетіп бара жатыр. Құс жолы деген галактика басқа бір әлемді айланып бара жатыр. Сол әлемнің ішінде адам деген бір кішкентай ғана шаңның тозаңы секілді дүние. Сондай шаңның тозаңы секілді болған адамды Алла Тағала ардақты қылдық. Біз оны жаратқандарымыздың көбінен артық қылдық деп, біздің орнымызды, дәрежемізді көтеріп жатыр екен. Бірақ Алла бізге соншалықты көңіл бөліп, бізді соншалықты ардақты, дәрежелі қылып жаратқан кезде, біз кейде Алла туралы ойланбайды екенбіз. Ал енді Алла туралы ойланатын болсақ, әлбетте біз осы үш сұраққа жауап тапқан болар едік. Ол бірінші, Алла бізді не үшін жаратты? Өмірдің мәні не? Ертең қайда барамыз? Бізді не күтіп тұр деген сұрақтарға біз жауап тапқан болар едік. Ал кім осы сұрақтарға дұрыс жауап тапса, өмірде қалған сұрақтардың бәріне дұрыс жауап табады екен. Мәселен, бір қыз тұрмысқа шыққысы келеді. Қандай жігітке шығады? Оның жауабы қайда? Кімге шығу керек? Қандай жігіт оның бақыты? Сол сұрақтың да дұрыс жауабы әлгі сұрақтарға байланысты екен. Бір жігіт үйленгісі келеді. Осы жерден бойдақтар да бар шығар арамызда. Үйленгісі келеді. Бірнеше қызға көз түсіп, көңілі кетіп жүруі мүмкін. Бірақ соның қайсысына сөз білдіріп, қайсысына ниетін білдірерін білмей жүруі мүмкін. Қайсысының бақытты әкелетін, қайсысыменен ғұмыр кешсе өмірі жақсы болатын тағы да жауап таба алмауы мүмкін. Соны әлгі өмірге не үшін келдім, ертең қайда барам, мені ақыретте не күтіп тұр деген сұрақтарға дұрыс жауап тапқан адам әлгі сұрақтарға да дұрыс жауап табады екен. Сондықтан бауырлар, Алла Тағала бізді бақытты қылу үшін жаратқан. Алла Тағала біздің бақытты болуымызды қалайды. Алла Тағала сол себепті де өзін танып, өзінің бұйрықтарын орындап, өзінің жаман деген нәрселеріне жоламауымызды әмір еткен екен бізге. Сондықтан мінекей мынандай залда кездесіп отырған кезде осы сұрақтар төңірегінде әңгіме қозғамақшымыз. Жалпы біз егерде жақсылыққа қарай жүрмесек, жамандық бізге қарай жүреді екен. Біз өзіміз жақсылықты айтпасақ, бізге біреулер жамандықты айтады екен. Себебі дүние жұп болып жаратылған. Дүниеде барлық нәрсені Алла Тағала жұп қылып жаратқан. Жақсылық бар, жамандық бар, жарық бар, қараңғы бар, ақ бар, қара бар деген секілді, мейірімділік бар, зұлымдық бар деген секілді, барлық нәрсе жұп болып жаратылған. Біз жақсылыққа қарай қадам баспасақ, жамандық бізге қарай қадам басады. Біз біреулерге жақсылықты айтпасақ, біреулер бізге жамандықты айтады. Насихаттамасаң, насихатталасың дейді. Мәселен қарайық. Теледидарды ашып қарасаңыз, я сенің ұлтыңа, я сенің әйеліңе, я сенің балашағыңа пайдасы жоқ, жамандық көп. Рас қой. Кейде балашағаңмен отырып бірге көре алмайтын хабарлар менен көріністерді беріп жатады. Болмаса бізге ешқандай қатысы жоқ бір әлемдегі информациялар айтылып жатады. Болмаса көшеде кетіп бара жатсаң, не бір жарнамаларды көресің. Әйелді қорлаған жарнамаларды көресің әсіресе. Автомойкаға өзінің клиенттерін шақыру үшін жалаңаш әйелді қасына қойып қояды. Кілемнің жарнамасын жасау үшін оның қасына бір жалаңаш әйелдің тәнін қосарлап қояды. Неге? Өзінің күйеуіне ғана құрметті болған сондай әйелдің нығмет қып жаратылған денесін біз тауарымызды өткізу үшін пайдаланамыз. Төңірегіміз сондай жамандықтарға толып тұр. Сол секілді төңірегімізде қанша жамандықтар бізге төніп тұрғанмен, солардан қорғайтын Алла Тағала қорғаныштарды бізге беріп қойған. Ол нәрсенің ең басы Алланы тану. Алланы танымаған адам өзін тани алмайды. Өзінің өмірдегі, әлемдегі орнын білмейді адамзат баласы. Анасының орнын білмейді, әкесінің орнын білмейді, жұбайының қадірін білмейді, бала-шағасына қандай әке болу керек екенін білмейді. Алланы танымаған адам басқа нәрсені тани алмайды. Мынау кешегі атеистердің бір сөзі бар екен. Адамзат тарихында адамзаттың дінсіз өмір сүрген кезі бар ма деп сұрақ қояды өздеріне.
Сонда айтады, иә, адамзат қоғамында, адамзат тарихында адамзаттың дінсіз өмір сүрген кезі бар екен дейді. Ол қай кез екен десе, маймылдан пайда болып, енді адам болғанға дейінгі уақыт екен дейді да. Олар бір өтірік, бір шындықты айтып отыр. Өтірігі, біз маймылдан шыққан жоқпыз, біз ардақты әуелден адам болып жаратылғанбыз. Бір-бірінің битін теріп жеп отқан, құйрығы қып-қызыл болып, тордың ар жағында адамдарға күлкі болып отқан маймыл біздің ата бабамыз емес. Ол өтірігі. Шындығы сол. Ақыл санасы бүтін адамзат баласы дінсіз өмір сүрмеген. Олар соны анық біліп отыр. Неге енді біз сол дінсіз өмір сүрмедік? Кітапханасыз қалалар болған, су құбырынсыз қалалар болған, моншасыз қалалар болған, ресторансыз қалалар болған, бірақ ғибадатханасыз қала болмаған екен жер бетінде. Ол деген сөз, адамзат қоғамдасып өмір сүргеннен бері дінмен бірге келе жатыр. Бұл нені білдіреді? Алла тағала бізді жаратқан сәттен бастап, біздің бақытты болуымыз үшін бізге дін жіберген. Сол дінді түсіндіретін пайғамбарлар жіберген. Сол дінменен, дінді дұрыс ұстанып, дұрыс түсінген кезде адамзат бақытты болған, діннен қалай алыстап, дінді қате түсініп, дінді қате ұстанғаннан бастап, бақытсыздықтарға ұшыраған. Кеше кеңес өкіметінің тарихын қарап отырсақ, мына жаңа Шорабек ағамыз айтып өтті ғой, 190-дай ұлт болған, сол ұлттардың көбісі дін ұстанбағандықтан жойылып кетті деп. Мен бір екі фактіні кездестіріп қайран қалдым. Осы Алматы қаласы, Верный дейміз ғой, сол Алматы қаласы алғаш іргетасы қаланып, қоғамдасып, қауым өмір сүре бастаған кезде, кеңес өкіметі бірінші болып қандай завод салғанын білесіздер ме? Ең бірінші спирт заводын салған екен. Неге дегенде, сондай қымыздың сүтін ішіп, аттың үстінде, таза ауада, таза тамақпен, таза мәдениетпен, сондай ғұмыр кешіп жатқан ұлтты құрту үшін оны араққа салып жіберу саясаты болған. Тараз қаласында ең бірінші өндіріс ошағы болып спирт завод салынған екен. Ең бірінші өндіріс ошағы болып 1924 жылы. Ол нені білдіреді? Бізді сол араққа салып, есімізден тандырып, бізді ойлатпау үшін сондай дүниеге келтірген екен. Бір өлеңдерімізде бар ғой. Мақтансақ, исламмен мақтанайық, сақтансақ, өзге діннен сақтанайық. Бұрынғының ұраны Аллаху Акбар, бүгінгінің ұраны ап қояйық. Біз қазақ бұл күндері кіммен доспыз? Адасып, айдалада жүрген көшпіз. Араптың тіліндегі дінмен емес, арақтың түбіндегі жыммен доспыз. Азуын Америка білегелі, несіне біздің қазақ шіренеді. Санаңды оқ шығармай жаулау үшін киносы мен виносын жібереді. Сәби жұрттың сәулесін өшірем деп, Голливудтың бұлттары түнереді. Ұрпақты уландырып жатқандығын ұлтжанды ерлер болса білер еді. Егемендік аптырып елің азса, алдың жар артын құзға тіреледі. Ал сонда құрбан болған бабалардың Құдайдан осы меді тілегені. Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның жүрген кезде табаны нық болмайды. Аллада адамдарды алалау жоқ. Тәубе қылсаң күнәңнен түк қалмайды. Бар алсаң ақиқаттың ақ жолымен пейіштің есігінде құлып болмайды. Қай қазақ өз иманын тірнектемес, қай мұсылман өз дінін құрметтемес. Шапаның қырық жамау болса дағы, ибал ел иманыңды кірлетпей еш. Пенделер пейішбаққа бару үшін Меккеде өмір сүруі міндеттемес. Желісін ғасырларда жел үзбеген, тарихпен тағылымды егіз көрем. Кешегі Кенесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген, тектілік үлгісіндей зеражеміз, Құнанбайды дәретсіз емізбеген, атаның бойындағы тазалықтан абай туды тектілік негізбенен. Азғындап жүрген пенде азба бүгін, торқа киіп мінседе семіздөнен, былғанған бұлақтар кеп құйғанменен, кінәртпаймын халықтай теңізге мен, осынау аурудан айықса деп 124 мың пайғамбар еміздеген дейді. Шындығына қарасақ, біз кеше қандай халық едік. Біз расында бағана Бекболат ағамыз айтқандай, жетімін жерге тастамаған, жесірін жылатпаған, ағайынкершіліктегі ауызбіршілігімен аты шыққан, бір байдың төңірегінде бір ауыл ғұмыр кешкен, бір қазанның тамағы бір ауылға жеткен, сондай бір берекесі тасыған халық едік. Қазір бір подъезде тұрып,
көршіміздің кім екенін білмейміз. Үйімізде бір бөлке нанымыз болмай қалса, түн ішінде көршіге барып сұрауды ойламаймыз. Жақын жерде киоскке қайерде бар еді деп соны ойлаймыз.